ойбай. Салтанат, тұрсаңшы. Ой. Мен бар деп Жанболат. Жанболат. Жанболат деймін. Не болды? Тұрмайсың ба жұмысқа барамыз? Иә, қазір. Ой, мамам айтты. Мама, сіз әлі ұйықтап жатса? Ал балам, келе тұрғызайын. Жоқ, жаңа мен 8-де тұрғам. Енді шақырмайсыз ба? Тұрғызатын еді қой. Жоқ, сендер мазаларыңды алғым келмеді. Ой, мамаға айтпаңызшы. Тұрамыз ғой. Қазір киімді осылай. Мам, жүріңіз. Келіндер тұрды ма? Жоқ, әлі тұрмады. Қазір тұрғызам ғой. Жоқ, керек емес. Жоқ, мам. Салтанат. Салтанат, тұр бол. Не болды? Тұрғыр, мама шай бермейсіздер ма? Ұйықтай үйреткенсіздер тіпті. Ой, біраз осы шай деп. Ақылда қоймаңдар ғой тегі. Жұмысқа барасың ба? Әрине барамын. Бүгін что-то кеш қайтатын сияқтымыз. Өмір сол. Қазір. Айша. Тұр. Тағы да мам. Қазір. Жақсы мам, сүкпесілейін. Дұрыс, тезі шайларымды айнаңдар. Қазір. Ой, шаршап тұрмын мен де. Жетам, 8 алқам жоқ, соны айтам. Не істейміз енді? Жұмысқа орысайықшы. Ну ладно. Қазір тілекайды. Қазір қорлайық. Келіндер тамаққан. Не пісіріңдер? Ойын ішіне жайып жұмыртқа пісіре салдық та. Ой, бір тағы да жұмыртқа ма? Жеңдер. Мама шақырып келген. Өзім шақырам. Жүр шайға. Отырыңыз. Жұмыртқа ма, басқа тамақ пісірмеңдер ме? Енді жей берсеңізші. Жұмыртқа таңғы асқа ауыр кетеді ғой. Жақсы енді. Ақыл айтып қоймады ғой. Тағы шай қойсана. Негін іше берші, ішпеймін. Ой, іше беріңізші деген. Ой. Жақсы. Мама, жұмысқа барайық. Иә, жолдарың болсын. Кеш қайтатын сияқтымыз. Барып келіңдер. Давайте. Кетті мам. Кемпір, не деп отырсың сен? Мен не дедім? Не дедім дейді ғой. Ұнамаса жемей-ақ қой. Бізге бәрібір сен аштан қалсаң да. Соны айтам, бар тамақты жейде отпайсың ба? Иә, еще жұмыртқа таңғы асқа ауыр кетеді ғой дейді. Онда өзім пісіріп ал, керім болсан. Пісірмейсің бе, аузыңды жап. Жоқ, мен жай айттым ғой, жай айтқан жоқсың. Ол бізге қаншалықты ауыр тигенін білесің бе? Сене бізді күйеулеріміз алдында позорыңды шығарғың келді ме? Олай армандамай-ақ қой. Кетші бар бөлмеңге. Жақсы. Да мен ана жаққа барайын. Есікті ашып беріңдерші. Бір. Қазір күт, бізде барамыз. Мен айтам, не қызып бітір еткенсің? Ой, отыр болды. Үндемей.
Қазір мен қолымды жуып алайын. Оппа. Келіндерім. Не болды? Ешқана отырғызып жібересің ба? Қысылып өлін ағыл дейсің маған. Соны айтам, бізден сен служанка болуымыз керек пе? Армандама. Ой. Жақсы, мен далаға таза ауыстырып келейін. Бар. Үйді осырғымен бықсып жібердің ғой. Ой, қатырасың. Киноға үшін не жаңалықтар бар екен? Не жазып? Ой. Қазір келейін. Ой, таза ауа деген рахат қой. Наконец-то кетті мам. Соны айтамын. Ой. Не күтіп тұр мынау? Не болды, неге келдің? Кітап алайын деп. Бар, оқы да кетші. Ой. Мен мына кемпірмен өмір сүргім келмейді. Мені де тезірек қарттар үйіне өткізіп тастасақ қой. Ой, иә, оны балдар жібереді. Тоқташы. Не болды? Менде бір идея бар. Қандай? Давайте ана ана енені өлтіріп тастаймыз. Қалай өлтіреміз оны? Ой, не істейміз дегенде бір тамағын оғыз береміз, ол оның ішіндегі ағзаларға зиян келтіреді, одан өзі қайтыс болып кете салады. Құрысын, оны балдары көріп қойып, бізге ұрып, сотталып кетпейміз бе? Ой, уайымдамашы, кім біледі дейсің? Үйде камера жоқ қой. Жақсы, онда қазір күт. Мен шай алып келейін. Я, оғы судан кетпе. Шешесіз бе? Я, жақсы болсын. Қазір Айша алып келеді. Ай, өлуге дайындал, кемпір сымақ. Қазір менде бар сияқты еді. Тезірек. Ал, өлесің жақында, кемпір. Иісте жаман. Мынаны тығып тастайын. Болды. Кеттік ал. Алып келе жатсың ба? Иә. Не? Шешесің ба? Жақсы болатын еді. Қайсы? Мә. Кішкене қышқылдаудан бір ма? Енді секерден шығар. Әкел. Үйге кіресің ба? Не, кірейін. Оппа. Мынаны қойып жібер ойындаршы. Әкел. Ой, ішім ай. Не болды ішіңе? Білмеймін, ішім бөртіп кетті ғой. Әшқына отырасың ба? Қазір отырғыза қойыңдар, Айша. Болшы, тез болшы. Мына алып кетейін, қыз болсын. Ой, жында не істеп жүрсің? Мына алып кетейін деп. Қайсы отырып көрейін? Қызық қой. Андай тоқпен жүретін нелер бар емес пе? Арбалар. Иә. Сондай болғанда ғой. Зырғанап жүретін едік. Соны айтам. Мына жарым да ондай алмайды ғой. Соны айтам. Ой, бізде қатырамыз. Соны айтам. Айша. Ой, анау да бір шақырып жатыр ғой.
Не, мен болдым. Не істейін? Бұтын сүртіп бәрін істеп берейін ба? Өзің шықсаңшы. Мен арбам қайда? Осылай жүрсейші, үйренбейсің бе жүріп? Ап келші. Ой, міндетсін еді ғой. Мен қазір үй жинап шығайын. Күт. Айша, Салтанат, алып келіңдерші менің арбамды. Ойнамаңдар, ол сендер ойыншық емес. Мынау кемпірде. Мә, сасық арбанды ал. Осымен бірге жат. Отырғыза қойшы. Өзің отыр. Оппа, ой. Не істеп жүрсің? Ағызбайсың ба мынаны? Сасып кеткеніңіз. Не болды, ішің қалай? Ішім өте қатты ауырып тұр. Онда скорый шақыру керек болды ғой. Я, әйтпесе асқынып кетуі мүмкін. Жоқ, керек емес. Кемпір, біз сені алынып тұрық. Лучше шақырғанымыз дұрыс болар. Олар алып кетуі мүмкін. Алып кетсе демалып шығасың курорттағыдай. Қазір. Алло. Саламатсыз, бұл жедел жәрдем ба? Иә. Біздің мамамыздың іші ауырып тұр еді, соған дәрігер керек еді. Аха. Иә, желтоқсан көшесі 14-ші үй. Иә. 15 минутта жетем, жақсы, сау болыңыз. Қазір 15 минут жетеді, күте тұрыңыз. Жақсы. Ай, шымай. Не болды? Білмеймін, жүрегім айнып кетті ме? Ішім қатты ауырып тұр. Шыдаңыз. Ішіме не болып кетті? Сонша ауырып кетті ғой. Мүмкін өлейін жатқан шығарсыз. Қой құрсын, Құдай сақтасын, не айтып кеттің? Жақсы, енді ештеңе етпесін. Ой, сәлеметсіздер ме? Сәлематсыз ба? Амансың ба, қызым? Не болды, сіздің бе? Ішіңіз ауырып жатқаны? Иә, мен білмеймін, ішім бөртіп пе, ауыртып кетті тесіп. Қазір өзіңіз мүгедек екенсіз. Иә, қашаннан бері? Оның сізге не қатысы бар? Тез емдеуіңізге кетіңізші. Жақсы, кешірім сұраймын. Қазір ішіңізді тексерейін. Сіздің ішіңізге бір улы дақтар келген. Бір улы тағам жеген жоқсыз ба? Жоқ. Бүгін не жедіңіз? Бүгін жұмыртқамен шай іштім. Так. Қазір. Жоқ, сіздің ағзаңызда бір улы тағам түрі бар. Немесе бір сусын ба? Біз сізді ауруханаға тез алып кетуіміз керек. Немене? Мен бармаймын ауруханаға. Ой, мам, аурухана барып келмедіңіз бе? Денсаулығыңызға өте пайдалы емес пе? Иә. Шынымен де аурухана барып келіңіз, әйтпесе асқынып кетуі мүмкін. Иә, апа, келіндеріңіз дұрыс айтады. Ішіңізде бір улы дақтар пайда болған, оны тез жоюымыз керек. Ол үшін біздің ауруханамызға жүріңіз. Біздің ауруханамыз сізді аман алып қалады. Сонда өлуді екіталай ма? Енді білмейміз. Оның барлығын зерттеп көру керек. Мәссаған. Мен осылай бара берейін бе? Қазір киімдеріңіздің бәрін жинаңыз. Қазір біз киімімізді жинап алып келеміз. Ура, наконец ана кемпірден құтылдық. Сын айтамын. Енді тезірек өлсе жақсы болатын еді. Иә, жүр кеттік. Жүр. Жүр, тезірек киімдерін салайық. Жүр. Толтырып салып жіберші. Сын айтамын. Бұнда киімдері ауырсын. Мына жұмыс киім емес пе? Не, отыра берсін. Басқа не саламыз? Мында керек екен. Блокнотын жазар. Өте киім салмайсың ба? Құрсыншы. Арама, но біздің алтындарымызды кері алып ғой. Соны айтам. Ал алтындарын. Кері алған нес? Ятсыз. Оған кім рұқсат берді біздің бөлме сақтауға? Соны айтам. Жарайды оған. Жүр кеттік. Жүр.
міне мам, мына жерде сіздің керек жарақтарыңыз, заттарыңыз толы. Ой, рахмет. Міне, жақсы, аман болсам келермін. Асықпай демалып келіңіз. Жақсы, біз онда кетейік. Жақсы, үйді жақсарып қарап қойыңдар. Және Жанболат пен Арманға да ескертіп қойыңдар. Ескертеміз ғой, бара берсеңізші. Жақсы. Жүріңіз. Ура! Ес, наконец-то деген кетті ғой. Соны айтамын, жаным бір тынышталды. Күшті болды. Енді екеуміз рахаттанып демалатын болдық. Иә. Күшті болды. Жүріңіз, апам. Ой, Асқар, ау не болып қалды? Бізге бір дәрі берші. Қандай? Мынадан. Қазір апа, осылар ішетін боласыз. Иә. Біздің арнайы осындай арбамыз бар, осыған отырып алсаңыз. Жарайды, келіңіз көмектесе берейін. Оппа. Мынаны осы жерге қоя тұрайық. Жүріңіз, енді тездетіп. Әйтпесе ішіңіз асқынып кетеді. Мына жерге жатып алыңыз, айтпақшы. Мына алып жүрейін. Жүріңіз, тездетіп барайық. Ой, Аймағамбет, ау, мына жерін тездетіп жатқызу керек. Әрине, отаны қашан бастаймыз? Не болды балаша? Білмеймін, ішінде улы дақтар пайда болған ба? Мәселен, ол қауіпті емес пе? Иә, сол өте қауіпті. Келіңіз, әже, мына жерге құдай жата тұрыңыз. Қазір отаны бастайтын боламыз. Сағат 3-те. Иә, оған мен сіздің дәрілеріңізді берейін. Жаттарыңызды қойып қойыңыз. Не? Осыны ішіп алыңызшы. Не? Енді демалдырыңыз. Жақсы, рахмет сіздерге. Иә, қазір сағат 3-те келіп кететін болам, оған шейін тапжылмай жата тұрыңыз. Жақсы. Әже тұрыңызшы. Ау, мына киімді киіп алсаңыз, қазір көмектесіп берейін. Қазір тұрыңыз. Жарайсыз. Мына неге ішін байлап қойғансыздар? Енді сіздің ішіңіз ғой ауырып тұрған, сондықтан байлап қойдық. Жақсы. Ойбай, неге сонша көп зат салып жіберген? Тек киім салса жететін еді. Иә, көп зат негізі керек емес еді. Бірақ келіндеріңіз сізді қатты жақсы көретін сияқты. Иә. Соқ қояқ, жақсы енді. Қазір демалып тұрыңыз, сағат 3-те отаны бастаймыз. Жақсы.